Табиғат бізді қоршаған әлем. Биік тау, сылдырап аққан бұлақ, ұшқан құс, жүгірген аң, бәрі адамды еріксіз өзіне ғашық ететіні белгілі. Ал осы әсемдікті танымастай етіп өзгеріске ұшыратқан не нәрсе? Ол табиғатта болған төтенше жағдай. Балалар, бүгін біз сабағымызда тарихта болған үлкен аламан апат, Чернобыль апаты жайында айтпақпыз. Алдымен төтенше жағдай дегеніміз не екендігіне тоқтала кетейік. Табиғат немесе өндіріс апаттарының зардаптарын күнделікті қызметпен, қаражатпен жоюға мүмкіндік бермейтін, ол үшін әдейі материалдық, техникалық, ақша қаражатын және адам күшін талап ететін жағдайды төтенше жағдай дейді екенбіз. Жалпы төтенше жағдайды екі түрге бөлінеді екен: табиғи сипаттағы және техногендік сипаттағы. Табиғи сипаттарға жер сілкінісі, су тасқыны, өрт, сел, опырмалар, қар көшкіні жатады. Ал техногендік сипаттағы төтенше жағдайға өндіріс, көлік, жарылыс, ғимараттардың қирауы, радиоактивті қауіпті заттардың жарылысы болып саналынады екен. Жалпы өзіміздің осы тарихта болып кеткен үлкен алапаттың бірі бұл Чернобыль қаласындағы атом электр станциясының жарылысы. Осыдан 34 жыл бұрын 1986 жылы сәуір айында АЭС-тің 4 энергоблогы апат болған. Осы апаттың нәтижесінде Украинаның елеулі аумағы мен Ресейдің Брянск және Калуга облыстарының аумағы радиоактивтік ластануға ұшырап, адамдар өміріне қауіп төнген. АЭС-тің радиусы 30 км жерге тұратын халыққа таралып, халық жаппай уланған болатын. Сондықтан да осы уланудың нәтижесінде осы атом электр станциясының жарылысына байланысты халықты басқа жерге, яғни басқа блоктарға көшірген, басқа жерлерге көшірген. Бірақ қанша дегенмен де ол адам өміріне зиянын келтіріп тигізді. Радиоактивті түтін аймақтан асып, оннан аса мемлекеттің 145 мың шаршы шақырым жерін ластап, кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Яғни осы апаттың салдарынан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4 мыңдай адам қаза тапты деп хабарлап, соған қаратай іс-әрекеттер жасады. Бүгінгі күнде Чернобыль жарылысының өткеніне қанша жыл өтсе де, қаланы қайта қалыпқа келтіру мүмкін болмай отыр. Ал біздің ғалымдарымыз, ғұламаларымыз ал апаттың зардабын қаншалықты ұзаққа баратын әлі де белгілі нақты уақытты айта алмай отыр. Ал қаланы қалыпқа келтіру мүмкіндігі де болмай отыр. Ендеше осы өткен тарихтағы болған зардапқа қарай отырып өзіміздің қорытындымызды шығарсақ та болады. Ендеше адамзат атаулы табиғатты аялауға өз үлесімізді қосайық деп сабағымды аяқтаймын.